Қайырлы күн оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз қазақ тілінің ережелер жинағы. Қазақ тілінде 37 дыбыс, 42 әріп бар. 40 әріп, 2 таңба бар. Қазақ тілінде 12 дауысты дыбыс бар. Олар А, Ә, О, Ö, А, Э, О, Ү, Е, Э, И, У. Жуан дауыстылар. Тілден кейін жиырылуы арқылы жасалатын дауыстылар. А, О, О, А. Жіңішке дауыстылар. Тілдің ілгері созылуы арқылы жасалатын дауыстылар. Ә, Е, И, Ö, Ү, І. Ашық дауыстылар. Тілдің таңдайға қарай төмендеп барып көтерілуі арқылы жасалатын дауыстылар. Оларды айтқанда жақ кен ашылып, иек төмендейді. Қазақ тіліндегі ашық дауыстылар А, Ә, Е, О, Ö. Қысан дауыстылар жақтан кен ашылмай, тілдің таңдайға қарай жоғары көтерілуі арқылы жасалатын дауыстылар. Қазақ тіліндегі қысан дауыстылар А, Ә, И, У, Ү. Еріндік дауыстылар. Айтылуы еріннің алға қарай сүйірленуі арқылы жасалатын дауысты дыбыстар. О, Ö, О, Ү, У. Езулік дауыстылар айтылуы еріннен кейін тартылып, езудің жиырылуы арқылы жасалатын дауысты дыбыстар. А, Э, А, Э. Қазақ тілінде 25 дауыссыз дыбыс бар. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З қысқай, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, Т, С, Ф, Х, Х, Т, Ч, Щ, Ш. Дауыссыз дыбыстар дауыс қатысына қарай үшке бөлінеді. Қатан дауыссыздар, ұян дауыссыздар, үнді дауыссыздар. Қатан дауыссыздар дауыс шымылдығы қатыспай, тек салдырдан жасалатын дауыссыз дыбыстар. П, К, Қ, Т, С, Ф, Х, Т, Ч, Ш. Ұян дауыссыздар дауыс шымылдырығының қатысуымен жасалатын салдар мен үн тең болатын дауыссыздар. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З. Үнді дауыссыздар дауыс шымылдығының қатысуымен жасалатын салдарға қарағанда үн басым дауыссыздар. Р, Л, М, Н, Ң, У. Шұғыл дауыссыздар. П, Б, Т, Д, Г, К, Қ, Ц, Ч. Ызын дауыссыздар. Ф, В, С, Ғ, З, Ш, Х, Ж, Х. Ерін дауыссыздары. П, Б, М, У. Тіс дауыссыздары. Т, Д, С, З, Ш, Ц. Тіс пен ерін дауыссыздары. Ф, В. Тіл үшін дауыссыздары. Н, Л, Ч. Тіл алды дауыссыздары. Р, Ш, Ж, қысқай. Тіл ортасы дауыссыздары. К, Г. Тіл арты дауыссыздары. Қ, Ғ, Ң, Х. Көмей дауыссызы Х. Екі еріннің бір-біріне жабыса тиісу арқылы жасалатын М, Б, П еріндік дауыссыздар деп аталады.
жіңішке дауыссыздар сөз құрамындағы дауыссыз дыбыстардың көрші жіңішке дауыстылармен үндесіп жіңішкеруі сыз, сіз, тұз, түз. Жуан дауыссыздар тілдің орта тұсының қатты таңдайға көтерілуімен тембрі төмен қатаң айтылатын дауыссыздар. Дауыссыздардың жуандануы көрші жуан дауысты дыбыстың әсерімен дауыссыздардың жуандап айтылуы. Мысалы, ар, он, тар, бар, сыр, ер, өн, тер, бер. Әр уақытта жуан айтылып, буын талғайтын дауыссыздар. Қ, ғ. Мысалы, қар, ғана, сақ, доға. Дауыссыздардың жіңішкеруі тілдің орта шені таңдайдың орта шеніне нық тиіп, сонан соң бірден ашылып кету арқылы жасалып, әрдайым жіңішке айтылатын дауыссыздар к, г. Орыс сөздерінде кездесетін ч, ш дыбыстарында жуан сыңары жоқ, ал қалған дауыстар буын ыңғайына қарай жуан жіңішке болып айтыла береді. Мысалы, қазақ тілінде ат, ет, үн, тор, тер, аз, әз. Қазақ тілінде буынның үш түрі бар. Ашық буын, тұйық буын, бітеу буын. Бір дауысты дыбыстан құралған және дауыссыз дыбыстан басталып, дауысты дыбысқа аяқталатын буын ашық буын деп аталады. Мысалы, ана, бала, дала, береке, әке, шағала, жеті, таға, тағы басқа сөздер. Бір ғана дауысты дыбыстан құралған буын жалан ашық буын деп аталады. Мысалы, әже, ұлы, үкі, ата, тағы басқа осындай секілді сөздер жатады. Тұйық буын дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталады. Мысалы, айт, өр, ант, ән, ұлт, аң, ұрт, үй, арс, ел, өрт. Дауыссыз дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталған, яғни ортасы дауысты дыбыс, екі шеті дауыссыз дыбыс болып келген буын бітеу буын деп аталады. Мысалы, бұлт, жер, қант, той, құрт, тау, жұрт, жез, төрт дос, серт, гүл, мұрт, қол, бырт, бырт, сарт, сырт, жарқ, жырқ, сөз, көз, май, дөң, бүлділ, мазмұн, жолдастық. Сөздің соңғы буынның жуан немеске жіңішкелігіне қарай қосымшалардың да жуан немесе жіңішке болып жалғану заңдылығын буын үндестігі немесе сингармонизм деп атайды. Түбір мен қосымшаның немесе сөз тіркесіндегі екі сөздің жігінде дауыссыз дыбыстардың бір-біріне әсер ету нәтижесінде өзгеруін дыбыс үндестігі немесе ассимиляция деп атайды. Ассимиляцияның қазақ тілінде үш түрі бар: ілгерінді ықпал, кейінгі ықпал және тоғыспалы ықпал. Түбір мен қосымшаның немесе сөз тіркесіндегі сөздер аралығында алғашқы дауыссыз дыбыстан кейінгі дауыссыз дыбысқа әсер тигізетін ережелерді қарастыратын дыбыс үндестігінің түрін ілгерінді ықпал деп атайды. Мысалы, астық, тоқтық, күрескер. Түбір мен қосымшаның немесе сөз тіркесіндегі сөздер аралығында кейінгі дыбыстың өзінен бұрынғы дыбысқа әсерін тигізетін ережелерін қарастыратын дыбыс үндестігінің түрін кейінгі ықпал деп атайды. Мысалы, көз сал, көз сал. Келесі. Сөз тіркестерінің біріккен сөздердің құрамында көршілес дыбыстардың бірін-біріне ілгері кейінгі әсер етуінен туатын өзгерістерді тоғыспалы ықпал деп атайды.
Мысалы, қазан-қап, қазан-қап, есжан, есжаң. Сөздің алғашқы қалыпты мағынасын сөздің тура мағынасы дейміз. Мысалы, бұл өмірден дос іздеп жүрмін. Сөздің алғашқы қалыпты мағынасын ауысып қолданылуын келтірінді немесе ауыспалы мағына дейміз. Қызды ауылдың иті жатпас. Келесі. Мағынасы ескеріп, күнделікті қолданылу тәжірибесінен шығып қалған сөздерді архаизм деп атайды. Мысалы, әмеңгерлік, тасаттық, низам. Мағынасы ескіріп, көнерген, бірақ кезінде қоғам өміріндегі тарихындағы кезеңдерді еске салатын сөздерді историзм деп атайды. Мысалы, кіндік орталық, рабфак, ояз. Қосарланып келген сөздерді қос сөздер дейміз. Мысалы, тәй-тәй, ептеп-септеп, мәндес, қайшы, мәндес, сынар, мәнді қос сөздер. Жер су аттарының мекеме ұйым атауларының қысқартылып айтылуын қысқарған сөздер деп атайды. Мысалы, ІІМ, Ішкі істер министрлігі. Екі немесе көп сөзін бірігіп, бір мағына беретін сөздердің түрін біріккен сөздер деп атайды. Мысалы, 90, ақсу, тасбаққа, жетісай. Қазақ тілінде 9 сөз табы бар. Бірінші, зат есім, кім, кімдер, не, нелер. Сын есім, қандай, қай. Сан есім, қанша, неше, нешінші, нешеу. Етістік, не істейді, не қылды, қайтты. Есімдік, жіктік, жіктеу, сілтеу, сұрау, өздігіс есімдіктері. Үстеу, қайда, қашан, қайдан, қанша. Еліктеу сөздер, еліктеуіш сөздер, сатыр, сұтыр, тарс, тұрыс, сыбдыр, сыбдыр, гүрс, зіркі, бейнелеуіш сөздер, жалп, жалп, елпен, мұрт, арбаң, арбаң, маң, маң. Шылау, септеулік, демеулік, жалғаулық арқылы үшін, кейде, әлде. Одағай, көңіл күй, жекіру, шақыру одағайлары. Зат есім, заттың құбылыстың атын білдіріп, кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, адам, құс, жануар. Зат есім құрамына қарай, дара зат есім, күрделі зат есім болып екіге бөлінеді. Дара зат есім бір ғана түбірден тұрады. Мысалы, оқушы, ағаш, ат, қант, арба, бас, бала, тағы басқа осы сияқты сөздер жатады. Ал күрделі зат есімге кемінде 2 сөзден тұрады. Мысалы, кемпір қосақ, ата-ана. Зат есім тұлғасына қарай, негізгі зат есім, туынды зат есім болып екіге бөлінеді. Негізгі зат есім, бөлшектеуге келмейтін түбір зат есім. Мысалы, ант, ат, арал, арба, бас, бала. Туынды зат есім, зат есімге және басқа сөз таптарынан жұрнақ арқылы жасалған зат есім. Мысалы, білім, достық, тарсыл. Зат есім мағынасына қарай, деректі зат есім, дерексіз зат есім болып екіге бөлінеді. Деректі зат есім, қолмен ұстап, көзбен көруге болатын, нақтылы тануға болатын зат атаулары. Мысалы, мектеп, қағаз, ақша, қалам,
Тағы осы сияқты сөздер жатады. Дерексіз зат есімде көзге көрінбегенімен адамның ойлау нәтижесінде танылатын құбылыс ұғым атаулары. Мысалы, адамгершілік, ақыл, парасат, тағы осы сияқты сөздер жатады. Зат есім жалпылай немесе жекелей атауына қарай жалпы есімдер және жалқы есімдер болып екіге бөлінеді. Жалпы есімдер бір тектес заттардың жалпы атауы. Мысалы, ағаш, ат, арал, балам. Ал жалқы есімдер бір тектес заттардың өз ішінде жекелеген атауы. Мысалы, кісі аттары, газет-журнал аттары, қала, көше, географиялық атаулар. Сан есім. Сан есім заттың санын, мөлшерін, ретін, шамасын білдіретін сөз табы. Сан есім қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 5, 7, 6, 1, 2, тағы осы сияқты сөздер жатады. Сан есім морфологиялық құрамына қарай негізгі сан есім және туынды сан есім болып екіге бөлінеді. Негізгі сан есім есімдер қатарына тек қана есептік сандар жатады. Мысалы, 1, 2, 3. Ал туынды сан есім есімдер негізгі есептік сан атауларына ыншы, ау, ер, тай қосымшалар қосылу арқылы жасалады. Мысалы, 1 бірінші, 10 оныншы, 2 екеу, 6 алтау, 1 бірер, 40 қырықтай, 50 елудей, тағы осы сияқты сөздер жатады. Сан есім мағынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Есептік сан есім, реттік сан есім, жинақтық сан есім, бөлшектік сан есім және топтау сан есім, болжалды сан есім. Есептік сан есім заттың нақтылы санын білдіріп, қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 6, 4, 64 және тағы басқа. Есептік сан есімдер дара да, күрделі де болып, сан есімнің басқа түрлерін жасауға негіз болады. Келесі, реттік сан есім. Реттік сан есім заттың саналу ретін білдіріп, қаншасыншы, нешінші деген сұраққа жауап береді. Реттік сан есімдер есептік сан есімдерге дауысты дыбысқа бітсе, ыншы, інші дауыссыз аяқталса, ыншы, інші жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 2, 4, 3, 6 және тағы сол сияқты сөздер жатады. Жинақтық сан есім заттың жинақталған санын білдіріп, нешеу деген сұрақтарға жауап береді. Жинақтық сан есім 1-ден 7-ге дейінгі есептік сан есімдерге ау, еу жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дауысты дыбысқа бітетін 2, 6, 7 деген есептік сан есімдерге ау, еу жұрнағы жалғанғанда түбірдің соңындағы дауысты дыбыстар түріліп қолданылады. Мысалы, 2, 2, 2, 6, ау, 6. Бөлшектік сан есім заттың бөлшектік санын білдіреді. Бөлшектік сан есімдер жай бөлшек және ондық бөлшек болып екіге бөлінеді. Жай бөлшек сандар екі есептік сан есімнің бөлімі шығып, немесе ілік септікте алымы тәуелділік тұлғада жұмсалады. Мысалы, 3-тен 1, ал 5-тен 1. Сол сияқты бөлшектік сан есімдер есептік сан есімге жарты, жарым, 3, ширек,
тағы басқа осы сияқты сөздер жатады. Топтау сан есім заттың санын жекелеп емес, топтап көрсетеді де нешеден, қаншадан деген сұрақтарға жауап береді. Топтау сан есімдер дара сан есімдер мен қосарланған сан есімдерге шығыс септік жалғау жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 5-тен, 30-дан, 70-80-нен, 6-дан және тағы басқа осы сияқты сөздер жатады. Болжалдық сан есім заттың санын білдірмей, шамамен болжалдап көрсетеді де қанша, неше, қай шамалы, қаншадан сияқты сұрақтарға жауап береді. Болжалдық сан есім бірнеше жолмен жасалады. Мысалы, 40-қа жуық, 50 шақты, 30-ға тарта және тағы да басқа осы сияқты сөздер жатады. Сын есім заттың түсін, сапасын, белгісін, күйін, салмағын, көлемін, иісін, тағы басқа қасиеттерін білдіретін сөздер сын есімге жатады. Сұрақтары: қандай, қай? Мысалы, көк, сары, кең, жылы. Тағы осы сияқты сөздер сын есімге жатады. Сын есім дара сын есімдер және күрделі сын есімдер болып екіге бөлінеді. Дара сын есімдерде құрамы бір ғана сөзден тұратын сындық мағыналы сөздер аталады. Әдемі, жақсы, күлкішіл, ұзын, қоңыр, таңғы. Күрделі сын есімдерде ең кемі екі сөзден құралып, бір сындық ұғымды білдіретін сөздер: күрең қызыл, қара ала, қара сұр, ақ сақалды. Сын есім тұлғалық жағынан негізгі сын туынды түрінде екіге бөлінеді. Негізгі сын есімдерге түбір сын есім жатады. Түбір сын есімі жұрнақсыз басқа сөздермен бірікпей, қосарланбай, тіркеспей жеке тұрып ақ сындық мағына береді. Мысалы, көк-сары, кең жылы, терең, таза алыс. Ал туынды түріне сын есімдердің бірігуі, қосарлануы, зат есім мен сын есімдердің тіркесуі арқылы және сын есімге басқа сөз таптарының түрлі жұрнақтар қосылу арқылы жасалған сөздер жатады. Мысалы, көкпеңбек еріндері қимылдайды, төбеміз кішкене жақпақ тастар, ақсары қара, ала көк, ауыз жолды, көп балалы жібек көйлекті. Сын есім мағынасына қарай сапалық сын есім, қатыстық сын есім болып екіге бөлінеді. Сапалық сын есім заттың түрі, түсін, сапасы мен сының көлемі мен аумағын білдіретін бір морфемалы сөздері аталады. Ақ, көк, үлкен, жақсы, биік, жаман, қызыл, кең, тар, жалпақ. Қатыстық сын есімдерде бір зат пен екінші заттың қатысын байланысын білдіретін сын есімдерді айтамыз. Мысалы, балалы үй базар, баласыз үй қумазар дегендегі балалы, баласыз деген сөздің үйдің баласы бар жоғын білдіріп тұр. Қатыстық сын есімдер қай сөзден жасалса, сол сөздің мағынасымен байланысып, кейде сол сөзге синоним сияқты болып тұрады. Мысалы, аталық борыш синонимі атаның борышы. Етістік заттың қимылын сипаттайтын сөз табы. Не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, ойнады, ән айтты, жүгірді, биледі, тағы осы сияқты сөздер етістікке жатады. Етістік тұлғасына қарай негізгі етістік және туынды етістік болып екіге бөлінеді. Негізгі етістік жеке тұрып сұраққа жауап бере алатын
және өз алдына сөйлем мүшесі бола алатын толық мағыналы етістіктер. Сөздің түбірі етістік болады. Мысалы, кел, кет, жүр, бер. Ал туынды етістік түбір етістіктен және басқа сөз табынан сөзді тудырушы жұрнақтар арқылы жасалған дара етістіктерді айтамыз. Мысалы, ойла, есепте, сана. Етістік құрамына қарай дара етістік және күрделі етістік болып екіге бөлінеді. Дара етістік бір ғана түбірден тұрады. Мысалы, оқы, баста, кес, тасы, тара. Күрделі етістік кейімде екі сөздің тіркесуі арқылы жасалады. Бірінші сыңары негізгі етістік, ал кейінгі тұрғандары көмекші етістік болып саналады. Мысалы, бара жатыр еді, алып кел, шөлдеп кеттім. Осы сияқты сөздер жатады. Етістік іс-әрекеттің жүзеге асу-аспауына қарай болымды етістік және болымсыз етістік болып екіге бөлінеді. Болымды етістік іс-әрекеттің жүзеге асуын білдіреді. Мысалы, келді, санады, жазды, тағы осы сияқты сөздер жатады. Ал болымсыз етістік іс-әрекеттің жүзеге аспауын білдіреді. Негізгі және туынды етістікке ма, ме, па, пе, ба, бе жұрнақтар жалғану арқылы немесе жоқ, емес сөздерінің тіркесуі арқылы жасалады. Мысалы, келме, санамады, жаздырма, өшірмеген деген тағы басқа осы сияқты сөздер жатады. Есімдіктер заттың атын, сынын санын, олардың аттарын білдірмейтін, бірақ солардың зат есім, сын есім, сан есімдердің орнына жұмсалатын сөз табы. Есімдіктер белгілі бір түсінікті я ойды жалпылама түрде мегзеу арқылы білдіреді. Есімдіктердің нақтылы мағыналары өздерінен бұрын айтылған сөйлемге немесе жалпы сөйлеу аңғарына қарай айқындалады. Мағыналарына қарай есімдіктер мынандай топтарға бөлінеді: жіктеу есімдіктер, сілтеу есімдіктер, сұрау есімдіктері, өздік есімдіктер, белгісіздік есімдіктері, болымсыздық есімдіктер, жалпылау есімдіктері. Жіктеу есімдіктері мен, сен, сіз, ол, біз, біздер, сендер, сіздер, олар деген сөздер жатады. Жіктеу есімдіктері үнемі жақтық ұғыммен байланысты келеді. Сол себептен олар ылғи адаммен байланысты. Демек, сөйлеуші, тыңдаушы және бөгде кісі деген ұғымдармен байланысты қолданылады. Сілтеу есімдіктері. Сілтеу есімдіктеріне бұл, осы, сол, анау, мынау, сонау, осынау, ана, мына, сона, әне, міне деген сөздер жатады. Бұл есімдіктер негізінен алғанда сілтеу, көрсету, нұсқау сияқты ишараттарды білдіріп, қайсы деген сұрауларға жауап беретін атрибутивті сөздер. Сұрау есімдіктері. Сұрау есімдіктері мыналар: кім, не, неше, қай, қандай, қанша, қалай, қашан. Бұлардан басқа да бірнеше сұрау есімдіктері бар, бірақ олар белгілі жолдармен жоғарыда көрсетілген негізгі сұрау есімдіктерінен жасалған есімдіктер. Өздік есімдіктер. Қазақ тілінде өздік есімдікке жалғыз ғана өз сөз жатады. Бұл есімдік көбіне өзім, өзің, өзіңнің, өзі, өзіміз, өздеріңіз деген сияқты оңаша және ортақ тәуелділігі түрде қолданылады. Белгісіз есімдіктері.
белгісіз есімдіктер деп мағыналар жағынан заттар мен құбылыстарды нақтылы түрде білдірмей белгісіз мәнде айтылатын сөздерді айтамыз. Белгісіздік есімдіктердің жасалуына бір, әр, әлде деген үш сөз ұйытқы болып қызмет атқарады. Белгісіздік есімдіктер осы сөздердің кейбір басқа есімдіктермен бірігу арқылы жасалады. Мысалы, біреу, кейбіреу, кейбір, қайсыбір, әрбір, бірнеше, бірдеме, әркім, әрне, әрқайсы, әрқалай, әрине, әлдекім, әлдене, әлдеқайдан, әлденеше, әлдеқалай, әлдеқашан, алдеқашан деген сөздер жатады. Болымсыздық есімдіктері. Болымсыздық есімдіктер негізінде еш деген сөзбен кейбір есімдіктердің бірігу арқылы жасалады. Мысалы, еш, ешкім, ешбір, ештеме, дәнеңе, ешқашан, ешқандай, ешқайсы. Болымсыздық сөйлемде болымсыздық мағына білдіретін емес, жоқ деген сөздермен жай етістіктің болымсыз түрімен байланысты қолданылады. Ешкім айтқан емес, ешкім айтқан жоқ, ешкім айтпады. Жалпылау есімдіктері. Жалпылау есімдіктері деп мағына жағынан кем дегенде екі я онан көп заттар мен құбылыстарды жинақтай атау үшін қолданылатын сөздерді айтамыз. Жалпылау есімдіктеріне бәрі, барлық, барша, бар, күллі, бүкіл, түгел деген сөздер ғана жатады. Үстеу заттың әр қилы қимылы мен ісінің әр түрлі сандық, бейнелік, мекендік, мезгілдік, шарттық, мөлшерлік күй-жайлары мен сынның белгісін білдіретін сөз табы. Үстеу сөздері морфологиялық құрылысы мен құрамы жағынан екі топқа бөлуге болады. Негізгі үстеулер мен туынды үстеулер. Негізгі үстеулер деп қазіргі кезде морфемаларға бөлшектеуге келмейтін, тек белгілі бір формада қалыптасқан сөздерді айтамыз. Негізгі үстеулерге келесі сөздер жатады: әрең, азар, әдейі, жорта, қасақана, ұдайы, үнемі, дереу, шапшаң, бағана, қазір, ілгері, жоғары, төмен, әрі-бері, кері, әрмен, бермен, ерте, кеше, тағы осы сияқты сөздер жатады. Туынды үстеулер. Туынды үстеулер деп басқа сөз таптарынан түрлі қосымшалар арқылы сөздердің бірігуі мен қосарлануы, тіркесу тәсілдері арқылы, сондай-ақ кейбір сөз тіркестерінің тұрақтану арқылы жасалған үстеулерді айтамыз. Құрылысы мен құрамы жағынан туынды үстеулер екі топқа бөлінеді: жалаң туынды үстеулер мен күрделі туынды үстеулер. Жалаң туынды үстеулер түрлі қосымшалар арқылы жасалған үстеулерді жалаң туынды үстеулер дейміз. Жалаң туынды үстеулерге жалғанатын қосымшалар екі түрлі болады. Біреулері жұрнақтар арқылы жасалады, біреулері әртүрлі жалғаулардың көлденеленуі арқылы үстеулерге айналады. Күрделі туынды үстеулер. Күрделі туынды үстеулер деп екі сөзден я бірігіп, я қосарланып жасалған, немесе кемі екі я одан да көп сөздерден тіркесіп тұрақтанған үстеулерді айтамыз. Осыған қарай күрделі туынды үстеулер үш түрлі жолмен жасалады. Басқа сөз таптарына тән сөздер бірігудің нәтижесінде үстеулерге айналады. Ондай үстеулер мыналар: бүгін, биыл, таңертең, жаздыгүні, қыстыгүні, әрқашан, әрдайым, осы сияқты сөздер жатады. Жазуда бөлек таңбаланып, мағына жағынан
бір сөз ретінде қолданылатын грамматикалық және идиомаланған тұрақты тіркестер, оларды екі салаға бөлуге болады. Үстеу сөздер мағынасына қарай топтастырғанда мынандай 8 топқа бөлінеді: мезгіл үстеулер, мекен үстеулер, мөлшер үстеулері, сын я бейне үстеулері, күшейту я ұлғайту үстеулері, мақсат үстеулері, себеп-салдар үстеулері, топтау я бөлу үстеулері. Мезгіл үстеулер. Мезгіл үстеулер қашан, қашаннан деген сұраққа жауап беріп, қимылдың, іс-әрекеттің мезгілін, мерзімін, уақытын білдіреді. Мезгіл үстеуі етістікпен тіркесіп қолданылады. Мысалы, таңертеңнен, қашаннан кетті, жазғытұрым, қашан жазғытұрым келеді, ала жаздай еңбектенеді, күні-түні оқыды. Мекен үстеулер. Мекен үстеуі қимылдың, іс-әрекеттің орындалатын орнын, мекенін көрсетіп, қайда, қайдан, қалай қарай сұрақтарына жауап береді. Мысалы, тауға қарай өрмелеу, алға жылжыды, ілгері кейін, қозғалды, жоғарыдан түсті. Сын үстеулері. Сын қимыл бейне үстеуі іс-әрекеттің қимылдың амалын, тәсілін, сын бейнесін білдіреді. Сұрақтары: қайтып, қалайша, қалай, кімше. Мысалы, ақырын, қалай жүгірді, қашша қаңқылдады, қалайша, бекерден бекер отырма, қалай, балаша мәз-мейрам болды, кімше, бүркіттейін шүйілді, қалайша, қолма-қол хабарласты, қалай, тағы осы сияқты сөздер жатады. Мөлшер үстеулері. Мөлшер үстеуі қанша, қаншама, қаншалық, қаншалап деген сұрақтарға жауап береді. Мөлшер үстеуі сынның немесе қимылдың көлемдік дәрежесін, мөлшерін, шама-шарқын білдіреді. Мөлшер үстеуі етістікпен тіркеліп келгенде қимылдың шама-шарқын, мөлшерін білдіреді. Мысалы, сонша шаршапты, біршама кешігіп қалды, недәуір өскен екен, ал сонша биік, біршама алыс, недәуір ұзақ дегенде мөлшер үстеулер сын есімдермен тіркесіп, сынның мөлшерін, көлемін білдіреді. Күшейту я ұлғайту үстеулері. Күшейткіш үстеуі қимылдың, іс-әрекеттің сынын, сапасын, белгісін не солғындатып, не күшейтіп көрсетеді. Сұрағы: қалай? Мысалы, әбден жүдепті, керемет биледі, мүлдем қозғалта алмады. Сонымен бірге күшейткіш үстеуге сын есімнің күшейтпелі шырайын жасайтын ең биік, өте салмақты, аса терең, тым терең, кілең жүйрік сөздері де жатады. Мақсат үстеулер. Мақсат үстеуі не мақсатпен, қалай деген сұраққа жауап беріп, іс-әрекеттің, қимылдың орындалу мақсатын білдіреді. Мысалы, әдейі айтты, қасақана кетіп қалды, жорта білмегенсіді, әдейілеп шақырды. Себеп-салдар үстеулері. Себеп-салдар үстеуі не себепті, қалай, неге деген сұрақтарға жауап береді. Себеп-салдар үстеуі қимылдың, іс-әрекеттің болу себебін білдіреді. Себеп-салдар үстеуіне құр босқа, лажсыздан босқа, амалсыздан бекерге, шекарасыздан сөздері жатады. Себеп-салдар үстеуі қимылдың, іс-әрекеттің болу себебін білдіреді. Мысалы, бұл сөздер етістікпен тіркесіп қолданылады. Босқа ренжіді, лажсыздан келісті. Еліктеу сөздер. Табиғат құбылыстары мен жан-жануарларда болатын әр алуан дыбыстарға
және олардың сын сипат қимыл әрекеттеріне еліктеуден туған сөздер. Қазақ тілінде еліктеу сөздерінің екі түрі бар. Еліктеу есту қабілеті арқылы пайда болған еліктеуіш сөздер. Тарс-тарс, салдыр-гүлдір, дыр-дыр, гүрш-шол. Еліктеу көру қабілеті арқылы пайда болған бейнелеуіш сөздер. Жалт-жарық, лып-маймақ, көлбен-ербен. Олар көмекші етістікпен тіркесіп күрделі мүшенің құрамына кіреді. Жеке түріп сөйлемде көбінесе пысықтауыш, анықтауыш қызметін атқарады. Мысалы, мырс етіп күлді, бүлк-бүлк желіс, ол күрт бұрылды. Еліктеу сөздер анықтамасына қарай ішкі екі салаға бөлінеді. Еліктеуіш, еліктеме сөздер және бейнелеуіш, бейнелеме сөздер болып. Еліктеуіш сөздер деп табиғатта ұшырасатын сан алуан құбылыстар мен заттардың бір-біріне қақтығысу соқтығысуларынан туатын дыбыстарды, сондай-ақ жан-жануарлардың дыбысталу мүшелерінен шығатын әртүрлі дыбыстарды есту қабілеті арқылы белгілі түсініктер ретінде қабылдаудан болған және сол түсініктердің атаулары есебінде қалыптасқан сөздерді айтамыз. Мысалы, мылтық тарс етті, қарға қарқ етті деген сөйлемдерді алсақ, ондағы тарс деген сөз мылтықтың атылуынан туған дыбыстың атын білдірсе, қарқ деген сөз қарғаның дыбыстау мүшесінен қарқылдауынан шыққан дыбыстың атын білдіреді. Бейнелеуіш сөздер табиғатта кездесетін белгілі елес құбылыстарды көзбен көру қабілеті арқылы туатын түсініктердің аттарын білдіреді. Мысалы, ырғалып қарға қарқ кетті, ірімшік аузынан салп етті деген сөйлемдердің екіншісінде салп деген сөз дыбысты емес, қарғаны аузынан ірімшіктің жерге қарай түсіп бара жатқан түскен кезінде көрініс елесін, сол көріністің бейнесін білдіреді. Шылаулар сөз бен сөзін немесе сөйлем мен сөйлемнің араларын байланыстыру, құрастыру үшін қолданылатын, өздері тіркескен сөздердің ұғымдарын әрқилы реңктен үстеп, оларға ортақтасып тұлға жағынан тиянақталған лексикалық, грамматикалық мағынасы бар сөздер мен тілімізде толық лексикалық мағынасы жоқ, бірақ сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырып, немесе сөзге қосымша мән үстеп тұратын көмекші сөздер. Мысалы, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертеңгіні термек үшін. Жомарт қазіргісі мен келешегін салыстырып тұр. Абай қажымай жалықпай, ылғи ғана ынтығып тыңдайтын. Бұл мысалдардағы үшін мен ғана деген сөздердің толық мағынасы жоқ. Бірақ сөйлемде олар өзі қатысты сөздерге қосымша мән үстеп, белгілі бір қызмет атқарып тұр. Бірінші сөйлемде үшін шылауы ермек және термек сөздеріне мақсат мәнін үстеп, ол сөздерді жазбаймын сөзіне бағындыра байланыстырып тұрса, екінші сөйлемде мен шылауы қазіргі деген сөз бен келешегі деген сөздерді ыңғайластық мәнде бір-бірімен салыстыра байланыстырып, олар сөйлемнің бірыңғай мүшесі екенін көрсетіп тұр. Үшінші сөйлемде ғана шылауы ылғи деген мезгілдік мағынадағы сөзге шектілік, күшейткіш мән үстеп тұр. Шылаудың басқа сөз таптарынан айырмашылығы, шылаудың толық лексикалық мағынасы болмайды. Сөйлем ішінде шылау сөйлем мүшесі бола алмайды. Шылаулар сөз бен сөзді, не сөйлем мен сөйлемді байланыстырады. Толық мағыналы сөздің жетегінде оған қосымша мән үстейді. Шылаулар түрленбейді. Шылау сөздер дегендеріміз ішкі мазмұндары жағынан да, сыртқы формалары жағынан да,
сондай қызметтері жағынан да өздерінің бастапқы шыққан төркіндерінен біржола қол үзіп, әрі осы аталған негізгі үш белгі жөнінен де дербестіктерінен айырылып, өз алдына категория болып қалыптасқан және жалпы көмекші сөздер тобына негізгі ұйытқы есебінде қызмет ететін сөздер. Одағай сөз табы. Одағай сөздер көбінесе адам сезімінің алуан түрлі күйін білдіретін дыбыстар сияқты болып келеді. Бірақ олар жай ғана дыбыстар емес, жұртшылыққа әбден түсінікті болып, белгілі дағы бойынша сөз ретінде пайдаланатын дыбыстар. Олар жұртшылыққа әбден түсінікті болып қалыптасқандықтан, жай ғана дыбыстардың қатарынан шығып, белгілі сөзге айналған. Мысалға, «Вау, жігіттер-ау, бұл қалай?» Бұл жерде «вау» деген сөз одағайға жатып тұр. Одағай сөздер мағына жағынан заттың өзі туралы да, саны қимыл туралы да, қимылдың жайы күйі туралы ұғым бермейді. Іс-әрекеттің қимылдың мезгілге, уақытқа байланыстырылығын көрсететін етістікке тән категорияны етістіктің шақтары деп атайды. Етістікте үш шақ болады: өткен шақ, келер шақ, осы шақ. Іс-әрекеттің сөйлеп тұрған уақытын бұрын орындалғанын білдіретін етістіктің шағын өткен шақ дейді. Жедел өткен шақ д, т. Ежелгі өткен шақ п. Бұрынғы өткен шақ қан-кен, ған-ген. Ауыспалы өткен шақ хабарласатын, келетін. Іс-қимылдың сөйлеп тұрған мезгілден кейін орындалатынын білдіретін етістіктердің шақтарының бірін келер шақ дейді. Болжалды келер шақ ар-ер. Мақсатты келер шақ мақ-мек, бақ-бек, бақ-бек. Ауыспалы келер шақ шағады, билейді, жуады. Іс-қимылдың сөз болып жатқан уақытта орындалып жатқанын білдіретін етістіктің шағын осы шақ дейді. Нақ осы шақ екі түрге бөлінеді. Жалаң нақ осы шақ отыр, жүр, тұр. Күрделі нақ осы шақ оқып жүр, сөйлеп тұр. Ауыспалы осы шақ а-е-и. Мақтан а-мың, өсір, есің, билейді. Етістіктің іс-әрекеттері орындаушымен уақытпен байланысты шаққа түрленуін етістіктің райы деп атайды. Етістіктің 4 райы болады: бұйрық рай, сал, бар, тап, тыңда. Қалау рай, ерікті қалау рай, қ-к, ғ-г. Сұрағы келеді. Тілекті қалау рай, қай-ки, байқағайсың, ескергейсің. Қазақ тілінде 5 сөйлем мүшесі бар. Олар бас дауыш, баян дауыш, толық дауыш, анық дауыш, пысық дауыш. Сөйлем мүшелері екіге бөлінеді: тұрлаулы мүшелері және тұрлаусыз мүшелер. Тұрлаулы мүшелерге бас дауыш пен баян дауыш жатады, ал тұрлаусыз мүшелерге толық дауыш, анық дауыш және пысық дауыш жатады. Бас дауыш сөйлемнің тұрлаулы мүшесі. Кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Баян дауыш сөйлемнің іс-әрекетін білдіретін сөйлемнің тұрлаулы мүшесі. Қайтты, не қылды, неше, қанша, кімі, несі деген сұрақтарға жауап береді. Толық дауыш қимыл іс-әрекетті білдіретін сөйлемнің тұрлаулы мүшесі. Ілік септігінің сұрағынан
басқа септіктердің жалғаулар жалғанып, сол септіктердің сұрақтары қойылады. Анықтауыш заттың нәрсенің сынын, белгісін білдіреді. Қандай, қай, кімнің, ненің деген сұрақтарға жауап береді. Ал пысықтауыш қимыл әрекеттің сынын, сапасын білдіреді. Қайда, қайдан, қашан, қалай, неліктен, неге, тағы басқа осындай сұрақтарға жауап береді. Мекен, дара, күрделі, мезгіл, сын қимыл, себеп, мақсат пысықтауыштар болады. Бұл 5 сөйлем мүшелерінің өзіндік белгілері бар. Бастауыш 1 сызықпен, баяндауыш 2 сызықпен, толықтауыш үзік-үзік сызықтармен, анықтауыш ерек сызықтармен, пысықтауыш сызықша нүкте белгілерімен белгіленеді. Қазақ тілінде 7 септік бар. Олар: бірінші атау септік, екінші ілік септік, үшінші барыс септік, төртінші табыс септік, бесінші жатыс септік, алтыншы шығыс септік, жетінші көмектес септік. Бұл септіктердің сұрақтары: атау септігінің сұрақтары: кім, не, ілік септігі, кімнің, ненің, қай, қандай деген сұрақтарға жауап береді. Ның, нің, ді, дің, тың, тін жалғаулары жалғанады. Барыс септік кімге, неге, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Қа, ке, ға, ге, а, е, на, не деген жалғаулар жалғанады. Табыс септігі кімді, нені деген сұраққа жауап береді. Ны, ні, ды, ді, ты, ті жалғаулары жалғанады. Жатыс септігі кімде, неде, қайда, да, де, та, те, ында, інде деген жалғаулар жалғанады. Шығыс септігі кімнен, неден, қайдан, қашан деген сұрақтарға жауап береді. Дан, ден, нан, нен, тан, тен деген жалғаулар жалғанады. Көмектес септігі кіммен, немен, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мен, бен, пен, менен, бенен, пенен деген жалғаулар жалғанады. Септікке талдайтын болсақ, мысалға айдос деп алатын болсақ, атау септігінде ешқандай жалғау жалғанбайды. Кім, айдос болады. Ілік септігінде кімнің, ненің, айдостың, кімнің, айдостың, тың деген ілік септігінің жалғауын жалғаймыз. Барыс септігі кімге деген сұрақ қою арқылы айдосқа, қа жалғауын жалғаймыз. Табыс септігінде кімді, айдосты, ты жалғауы жалғаймыз. Жатыс септігінде кімде, айдоста, та жалғауын жалғаймыз. Шығыс септігінен кімнен, айдостан, тан деген жалғауды жалғаймыз. Көмектес септігінде кіммен, айдоспен, пен деген жалғауды жалғаймыз. Және де тағы да басқа сөздер талдайтын болсақ, мысалға мысық, не, мысық,
атау септігінде, ілік септігінде. Ненің? Мысықтың. Тың деген жалғау жалғаймыз. Барыс септігінде. Неге? Мысыққа. Қа жалғауы. Табыс септігінде. Нені? Мысықты. Жатыс септігінде. Неде? Мысықта. Та жалғауын жалғап тұрмыз. Шығыс септігінде. Неден? Мысықтан. Тан жалғау жалғап тұрмыз. Көмектес септігінде. Немен? Мысықпен. Пен жалғауы жалғанып тұр, балалар. Келесі ойыншық сөзін септейтін болсақ, атау не? Ойыншық. Ілік септігі. Ненің? Ойыншықтың. Тың жалғауы жалғанып тұр. Барыс септігі. Неге? Ойыншыққа. Қа жалғанып тұр. Табыс септігі. Нені? Ойыншықты. Т жалғауы жалғанып тұр. Жатыс септігі. Неде? Ойыншықта. Та жалғауы жалғанып тұр. Шығыс септігі. Неден? Ойыншықтан. Жалғауы таң. Көмектес септігі. Немен? Ойыншықпен. Пен жалғауы жалғану арқылы жасалып тұр. Назарларыңызға рахмет. Қазақ тілі ережелері бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді, лайк басып, комментария жазыруды ұмытпаңыздар.